Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымызды бастайық. Читатель. Кто он? Упражнение первое. Послушай обращение поэта Михалкова. Я к вам обращаюсь, товарищи, дети. Полезнее книги нет вещи на свете. Пусть книги друзьями заходят в дома. Читайте всю жизнь, набирайтесь ума. Кітап адамның ең жақын досы. Егер бір сұрағың болса, кітапқа сұрақ қой. Яғни кітаптан ізде деген екен Михалков ақын. Ары қарай. Порассуждай. Как образованный слов читатель? Читатель сөзі қалай құралған дейді. Балалармен айтып кетейін. Читатель сөзі, чит деген сөз, бұл түбір сөз. Түбір сөз. Ал а суффикс, яғни читает, читатель, яғни ары қарай бұны жалғастыру, яғни сөздің мағынасын өзгертетін жалғау. Жұрнақ бұл, жұрнақ. Және тел деген сөзде это суффикс, бұл да жұрнақ, яғни басқа мағына білдіреді. Чит түбір, а суффикс, және тел дегенде суффикс. Яғни міне. Тел. Ал чит сөзі бұл түбір. Түсіндік пе? Келесі жаттығу. Упражнение третье. Прочитайте по ролям. Рөлге бөлініп оқыңыздар. Однажды Диана и Егор поспорили. Бір күні Диана мен Егор бір-бірімен келіспей қалған екен. Читатель – это тот, кто выразительно читает, бегло и правильно произносит слова, сказала Диана. Диана былай деген екен. Читатель деген бұл қатесіз, мәтінді мәнерлеп оқитын адам деген екен. Жоқ, депті Егор. Читатель – это тот, кто читает вдумчиво, понимает, что читает, может из чтения получить новые знания. Ал Егор болса, жоқ. Читатель деген ол кітапты оқыған кезде соның мағынасын түсініп, өзіне керек жерін ұғып, өзіне білім алатын адамды біз читатель деп айтамыз екенбіз. Балалар, сіздерше қайсысы дұрыс? Ал маған мына Егордың айтқан ойы ұнады. Читатель – это тот, кто читает вдумчиво, понимает, что читает, может из чтения получить новые знания. Деген Егордың ойы ұнады. Осыны дәптерге жазып алсаңыздар болады. Читатель деген сөзден бастап, осыны дәптерге жазыңыздар. Запиши в тетрадь по себе утверждение, объясни. Осылардың біреуін жазып ал дейді. Не үшін екенін түсіндірдім, мәнерлеп қана емес, соның мағынасын түсініп, өзіне білім алған адамды біз читатель деп айтамыз. Без зрителя нет театра, без слушателя нет музыки, без читателя нет книги. Көрерменсіз театр жоқ, тыңдаушысыз музыка жоқ, оқырмансыз кітап жоқ дейді. Чтобы быть хорошим зрителем, слушателем, читателем, надо учиться. Ты согласен с этим выводом? Жақсы көрермен, тыңдаушы, оқырман болу үшін оқу қажет дейді. Әрине балалар, адам, яғни ол кітап не туралы екенін, сол кітаптың мағынасын жете түсіну үшін сенің білімің сол кітаптың дәрежесінде болу қажет. Солайды ма? Ал енді келесі. Состав кластер читатель. Оқырман сөзіне кластер жасады. Выбери нужные слова. Керек сөзді табамыз. Вдумчивый, зимний, внимательный, разноцветный, заинтересованный, спортивный. Керек сөздерді тауып жазамыз, Запиши 2-3 словосочетания, слово предмет плюс слово признак. Яғни біз
слово предмет, яғни плюс слово признак. Читатель. Внимательный. Немесе читатель обогащает словарный запас. Екінші неден алып тұрмын. Одан кейінгі. Читатель читает правильно. Міне біз кластер құрастырып қойдық. Яғни какой он? Қандай ол? Читатель внимательный. Что он получает? Читатель обогащает словарный запас. Мына жерде қате кетіп қалыпты балалар. Т деген әріп болу керек және. Как он читает? Читатель читает правильно. Яғни осы сұраққа жауап бердік. Біз кластер құрадық. Келесі. Говори правильно. Он понял, она поняла. Они поняли. Яғни біз мына ударениеге қойып, дұрыстап оқуымыз керек. Он понял, оны созып тұр. Она поняла, аны создық, қарамен жазған, ударение қойған. Они поняли. Дұрыстап оқимыз. Он звонит. Она позвонит. Көрдіңіз бе, балар? Ударение қойымыз керек. Он звонит, она позвонит. Они позвонят. Енді ары қарай. Диана поняла, что надо вдумчиво читать. Егор понял, что надо правильно читать. Ары қарай. Упражнение 6. Болады, болмайды деген. Яғни бір жағы біздің бір қай әңгіме өзіңе ұнайды, қайсысы болады, болмайды. Мен болайтындарға не қойып шығамын? Плюс-минус қойып шығуға болады, Книга самый лучший друг. Это знает все вокруг. Кітап ең жақын досы. Бұны барлығы біледі. Дұрыс. Если нравится картинка, рви ее из серединки. Сурет ұнаса, оның ортасынан жырт дейді. Бұл қате. С горки прокатись на книжка. Вырви листик для братишки. Кітаптың ортасынан жыртып, ініңе бер дейді. Бұл қате. Книгу можно прочитать, руками грязными листать. Кітапты оқу керек, және лас қолмен ұстау керек. Бұл дұрыс емес. Книгу бережно держи, в нее закладку положи. Оны оқып тұста кітап дейді. Бұл дұрыс. Ручку в руки ты возьми, на страницах напиши. Кітаптардың бетіне ручкамен жаз. Бұл қате, балалар. Ал енді түсінсек, келесі жаттығуға өтейік. Енді бізде сұрақ болған екен. Назови свою любимую книгу. Кто ее написал? О чем она? Өзіңнің ең жақсы көретін кітабыңды айт дейді. Кім жазды оны? Ол не туралы соны жазып кет дейді. Үйде өзіңнің оқитын қандай кітабың бар жақсы көрген? Соны жазып кетіңіздер ба. Жарайды ма? Ал енді осымен сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.